Қазақстандағы қазіргі ушығып тұрған тақырыптардың бірі бұл тәңіршілдік мәселесі. Қазақстанның базы бір азаматтары біздің төл дініміз, ұлттық дініміз бұл тәңіршілдік, бұл ислам арабтардікі. Сондықтан біз арабтың идеологиясын ұстанбау керекпіз, өзіміздің төл сенімімізді ұстану керекпіз деген мәселені көтеріп жүр. Әлбетте бұл екі бастан үлкен қателік, үлкен сорақылық деп ойлаймын. Біздің мына ислам дінін қабылдағанымызға қазір ағырсы 1000 жылдан асты, берісі бір 700-800 жылдың көлемінде болды. Мына Самани, Қарахан, Хорезмшах дәуірінде орталық Азияның қалалық тұрғындары исламды қабылдаған. Алтын Орда дәуірінде далалық көшпелі түркілер исламды қабылдаған болатын. Сол дәуірден бері біз мына исламмен біте қайнасып өмір сүріп жатырмыз. Ата-бабаларымыз исламды қабылдаған кезде оны жөн-жосықсыз ойланбастан қабылдай салған жоқ. Ислам діні бізге жалпы сол 7-ші ғасырда мынау Амудария өзенінің жағасына фатх жорығын жасаушылар келген. Ислам дінін қабылдаудың өзі ұзақ процестерге созылған, бірнеше 100 жылдарға созылды. Ислам дінін қабылдауын кешеуілдеткен факторлар болды. Ислам дінін жасырмай қабылдауға шақырған сәйкесетін факторлар болды. Кешеуілдеген факторлар бұл әмәуилер дәуіріндегі араб ұлтшылдығы, мәуәли ғалымдардың шет қақпай көруі, мынау алым-салықтар деген сияқты мәселелер ислам дінін кеш қабылдауға әсер етті. Ал ислам дінін жасырмай қабылдауымызға әсер еткен Абу Ханифа мазхабындағы көптеген көшпелілер үшін тиімді, ұтымды әдіснамалар, қайнар көздер болды. Соның бірі мысалы Абу Ханифа мазхабындағы урф әдіснамасы. Кез келген бір халықтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, мәдениеті, егер ол ислам дінімен оның негіздері қайшы келмейтін болса, онда ол салт дәстүрлерді ұстануға Абу Ханифа мазхабында рұқсат береді. Біздің ата-бабаларымыз Абу Ханифа мазхабына таңдау жасағанның бір сыры біз осында жатыр деп ойлаймыз. Абу Ханифа мазхабының хикметтерін, даналықтарын өзінің мынау түркілер өзінің дүниетаныммен, діни таныммен сәйкес келгендіктен біз ислам дінін қабылдады дейміз. Жасырмай ислам дінін қабылдауына тағы бір түрткі болған нәрсе бұл әлбетте тәңір сенімі. Түркілер исламға дейінде бір тәңірге сенген халық. Яғни біз ханиф дінінде, таухид сенімде болған халықпыз. Исламды қабылдауымыздың бірден бір себебі бұл жаңағы біздің ежелгі ата-бабаларымыздың сенімімен ислам дініндегі таухид түсінігінің бір-бірімен сабақтасуы. Яғни ата-бабаларымыз ислам дінін қабылдаған ата-бабаларымыз дұрыс таңдау жасады деп есептейміз. Жалпы Алладан келген діндердің барлығының ақидасы бір. Оның жаңағы құлшылық рәсімдерінде бір өзгерістер, өзгешеліктер болуы мүмкін, бірақ сенім бір болып саналады. Тәңір дінінде біз құлшылықтары мынау қоғамдық қатынастарды реттеу ережелері қалай болды, оны дөп басып дәл айта алмаймыз, бірақ сенімі, ақидасы исламмен бір болғандықтан біздің ата-бабаларымыз ислам дінін қабылдады. Яғни біз ата-бабамыздың қабылдаған ислам қабылдаған таңдауымен соның негізінде біз 1000 жылдан астам ислам дінімен біте қайнасып өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі уақытта біздің мынау тілдік қорымызда, мынау әдет ғұрпымызда, біздің мәдениетімізде исламмен біздің біте қайнасып өткеніміз соншалықты көптеген ажырату мүмкін емес мәселелер бар. Мәселен, мына білімге қатысты кейбір терминдерді алайықшы. Мектеп, қалам, дәптер, кітап, білім, ұстаз, мұғалім, тағылым, көптеген терминдер, бұлардың барлығы арабша терминдер болып саналады. Ислам дінін қабылдау арқылы біздің мына тілдік қорымызға енген. Одан басқа да мынау біздің рухани құндылықтарымызды білетін мынау
рызық, несібе, махаббат, ақиқат деген сияқты көптеген терминдер бұлар да исламдан арқылы келген. Сондықтан біз ата бабаларымыздың таңдауымыздан бас тарта алмаймыз. Халықтың басым көпшілігі негізгідені ислам дінін ұстанады. Сондықтан бұл Тәңір дінін ұстанам деп оны қайтадан қозғаудың еш реті жоқ деп ойлаймын. Әрбірден кейін Тәңір діні исламға дейінгі біздің сеніміміз болғанмен, оның бүгінгі дейін оның мынау қоғамдық қатынастар реттейтін ережелері, діни құлшылықтарды қалай атқару керек, оның жаңағы үкімдері бүгінгі дейін жетпеген. Сондықтан оны қайтадан тірілту де мүмкін емес нәрсе. Тек Тәңір діні деген бұл тарихи бір кезең үшін, исламға дейін кезең үшін ғана, қазақ үшін сол үшін ғана маңызды. Ислам дінін қабылдағаннан кейін Тәңір дінінің бізге ешқандай маңызы жоқ. Кейбір оның құндылықтары исламмен синкреттеліп бүгінге дейін жеткен, бірақ мазмұндық тұрғыдан айтып отырмын, ол Тәңір дінін тірілту мүмкін емес нәрсе. Сол үшін мен жиі айтып жүрмін, Тәңір деген бұл хақ сенім, бірақ тәңіршілдік бұл саяси жоба. Бұл елді мынау алауыздыққа ұрындыратын, елдің бірлігіне сынау болып қалатын, іріткі болатын мәселелердің бірі деп есептеймін. Сондықтан тәңіршілікті қозғатудың ешқандай реті жоқ деп ойлаймын.